міне Лаура қызым бұрынғы заманда мына неге диірменге салып бидайды, сосын мына несімен осылай бидайды өккен, он болу үшін осылай құлағымен бұрап осылай құлғылы бидайды өккен. Келесі мынау міне кішкентай мынағанда бидайды салып ол жасауға болады, келі деп аталады бұл. Сосын көл міне келі, бұған да ортасына көбірек қылып бидайды салып, осылай өкіп, оның жасалынған. Түсіндің бе, Лаура? Ас атасы нан деген. Сондықтан міне бүгін ыстық бауырсақ. Нанды екі қолмен үзіп жеу керек, екі қолмен үзу керек. Иә, Лаура? Ең бірінші столға келгенде нанды қоямыз. Наннан кейін келесі тамақтарды мына тәттілерді. Сол нанды жеп тамағымызды ішіп болғаннан кейін бата беру керек. Нан қоқымым шашпаңдар, жерде жатса